Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай өте дәмді және нәзік болып шығатын дамские пальчики тортын жасаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, бағалап отырыңыздар. Ең алдымен суымызға бір шымшым тұз бен майды қосып, отқа қоямыз. Осылай майымыз ериді. Толық еріген уақытта үстінен барлық ұнды бірден салып, тоқтамай араластыратын боламыз. Осылай қамыр болып шығады және астынан үстіне корочка пайда болған уақытта өшіресіздер. Қамырымызды басқа ыдысқа салып, кішкене ғана салқындатамыз 5 минуттай. Одан кейін бір жұмыртқадан салып миксерлеп отырамыз. Менде жұмыртқа отборный, сондықтан егер сіздерде бірінші категория жұмыртқа болса, тағы да біреу қосасыздар. Каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар, сонда жаңа рецепттерді бірінші болып тамашалайсыздар. Лайк басып қолдап отырғандарыңызға рахмет. Міне осындай қамыр шығады. Оны кондитерский мешокқа салып, пергамент қағазына осылай ұзын-ұзынша етіп немесе домалақтап салсаңыздар болады. Печкаға салғасын есігін мүлде ашуға болмайды, әйтпесе көтерілмей қалады. 200 градуста менде 35 минутта пісті. Қызарып әдемі болып шығады. Сол уақытта ғана ашып шығарасыздар. Енді креміне көшеміз. Креміне менде сливки мен қант қана, творожный сыр қосып жүрсеңіздер де өте керемет болады. Осылай әр бөлікті кремге аунатып, тортымызды жинақтай береміз. Менде форма 22 диаметрде болып тұр. Одан кішілеу етсеңіздер, биіктеу болып шығады. Барлығын осылай кремге салып алғаннан кейін, қалған кремді бетінен құйып, тортымызды холодильникке салып мұздатып аламыз. Дайын болған тортқа үстінен шоколад немесе басқа да сәндеу жасасаңыздар болады. Баршаңызға рахмет, сау болыңыздар, сіздермен болған Жұлдызай.